Сәлем баршаңызға, достар. Бүгін біз шашқа тағатын резина тігетін боламыз. Матаны әдеттегідей қырқып дайындап алдым. Ұзындығы 60 см, ені 12 см. Қалағандарыңызша үлкендеу етіп, кішкентай етіп алсаңыздар болады. Матаны екі бүктеп, екі бас жағынан 2-2 см тігіс қалдырамыз, тікпейміз. Дәл осылай видеодағыдай етіп, бас жағын қалдырып, ортасын тігіп шығасыздар. Өте оңай резина. 5 минутта тігілетін резина шашқа тағатын. Тігіп болған соң, оң жақ бетіне аударып аласыздар. Дәл осылай екі басынан кішкене тіктірмей қалдырасыздар. Артық жіптерін қырқып отырамыз. Аударып болған соң, екі бас жағын біріктіріп, тігіп шығамыз. Осылай тігіп болған соң, кішкене ашық жер болады, сол жерден резиналарыңызды өткізіп тігіп шығасыздар. Резинамыздың ұзындығы 16 см, ені 1 см-лік. Түйреуішпен өткізіп аласыздар. Екінші жақ басын ұстап тұрасыздар резинаның. Кез келген матадан тігуге болады, әсіресе шелковый матадан, атластан өте әдемі көрінеді. Осылай өткізіп, екі басын біріктіріп тігіп шығасыздар резинаны. Енді резинаны біріктіріп тік болған соң, жаңағы кішкене ашық жерін қолмен көктесеңіздер де болады, білінбей тұрсын десеңіздер. Машинканың өзімен тіксеңіздер де болады. Мен өзім машинкамен тіктім. Қатты білінбейді.
Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Алдын ала рахмет баршаңызға. Алда бұдан да жақсы видеолар салуға тырысамын. Ажар Тюрбаны трендте болып жатқан орамалдарды саламын. Алла қаласа қолдап каналыма тіркеліп отырыңыздар.